Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala nabiyina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta'limul muta'allim Burhanuddin Zarnuji kitabının kelesi taqribine keldik. Allah ona rahmetine bölesin. Faslun fil istifada. Her nerseden paydalanu, vaqttan, bilimden, ustazdan qala berse, birge оқып жүрген достарымыздан qala berse kez kelген нәрседен пайдалану. Білім жолына түскен адам ол 24 сағат біліммен болу керек. 24 сағат біліммен болу керек. Мен сыныпқа кірдім, білім алдым, сыныптан шықтым, немесе аудиторияға кірдім, мен қазір білім алып жатырмын, аудиториядан шықтым, мен болды. Білім алып жатқан жоқпын деген ойда болмау керек. 24 сағат адам ізденісте болу керек. 24 сағат. Ол деген сөз тоқтаусыз, оқу тоқтаусыз дүние емес. Оқисың, демаласың, бірақ демалып, жайшейін шай ішіп отырған уақыттың өзінде де бір-бірімізге қоятын сұрағымыз, бір-бірімізден барлық сұрақтарымыз болмаса да арасында жаңағыдай ой пікір бөлісіп отыруымыз керек. Біз мәселен медреседе дастархан басында отырған кезде, шай ішіп отырған кезде екі ауыз сөзден тұратын шариғаттағы сөздерді кезек-кезек айтатынбыз. Шай ішіп отырамыз да айтамыз. Біріншісі бастайды: бисмилля, әрбір жақсылықтың бастауы дейді. Екіншісі айтады: намаз дініміздің тірегі дейді. Солай-солай тоқтаусыз айтып отыратынбыз. Әркім отырып шай ішіп отырады да айтады. Сондай әртүрлі сөздер айтып отырады. Дәрет намаздың кілті, намаз жәннаттың кілті. Осыны қысқа-қысқа дүниелерді айтып отырады. Сол секілді әр кезде бір уақыт қол босаған кезде пайдалануға тырысу керек. Мін сол жайлы айтылып жатыр. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ طَالِبُ الْعِلْمِ مُسْتَفِيدًا فِي كُلِّ وَقْتٍ дейді. Білім жолына түскен адам әр кезде пайда іздеу керек дейді. Әр кезде білім алу керек. Білім жолындағы адам жай бүйтіп қарап отырып та үйренеді. Бұрынғы ғалымдар шаршап шалдығып отырып, қарап отырып, құмырсқаның іс-әрекетін көріп, өрмекшінің іс-әрекетін көріп, басқа да сондай дүниелердің іс-әрекетін көріп, өзінің ойындағы мазалап жатқан сұрақтарға жауап тапқан. Бір құмырсқаны көріп, бір ғалым құлайды, қайтадан затын алады, тырбанады, тұрмысады, тырысады, өзінің затын ақыры ініне кіргізген көрген кезде айтқан: мен демек қанша қиыншылық көрсем де қайтпауым керек екенін осыдан түсіндім деп айтқан. Сәл бір оқып көресің, ұстаз болмады дейді, екі оқып көресің болмады дейді, 10 рет оқып көресің болмады дейді. Онда да адам қайтпау керек. Қазіргі жаңағыдай жігерлендіретін ғалымдардың бірі айтады, мәселен, адам жаңағыдай жігерлі адам әр қайталауы сәтсіз болған сайын ол менің енді нәтижеге жететін мүмкіндігім жақындап жатыр деп қабылдайды дейді. Ал нашар адам, нашар деген кезде жаңағыдай үмітсіз, әр нәрседен бір жамандықты көретін адам қайталаған сайын егер іс-әрекеті ойдағыдай болмаса, мен нәтижеден алыстап бара жатырмын деп ойлайды дейді. Яғни оқыған кезде де біз сондай болуымыз керек. Бір оқыдық болмады, екі оқыдық болмады, 10 рет оқыдық болмады ма, демек мен оқуым жақсарайын деп келе жатыр деп ойлайды. Дұрыс. Жаңағыдай жігерлі, барлық ойы жақсы адам. Ал енді жігерсіз, әр кезде бір үмітсізге түсіп кете беретін адам 10 рет оқығаннан кейін менен түк шықпайды деп кері кетіп қалуы мүмкін дейді. Бұл жерді қазған секілді. Жерді қазған сайын су шықпай жатса, бірақ судан алыстап жатқан жоқ. Мен бағанағыдан қарағанда, әуе бастапқыдан қарағанда мен суға бәрібір су шықпаса да жақындап қалдым деген сөз. Жерді қазып жатып, су шықпаса да, жердің үстінде тұрғаннан қарағанда 1 метр, 2 метр төмен түскенім, бір шама суға мен жақындадым. Ол су көрінген жоқ, бірақ мен суға жақындап жатырмын, құдық қазып жатсам мәселен. Адам солай деп қабылдау керек. Хатта яхсила лахул фадлу дейді. Әр уақытта пайдалану арқылы оғда қасиет, қабілет пайда болады. Оқуға деген қабілет, жаттауға деген қабілет, оқығанын талдап, түсініп, керек жерін табу деген қабілет пайда бола бастайды. Біздің мына миымызда, ақыл санамызда, біздің дене бұлшық еттеріміз секілді тоқтаусыз әрекеттің арқасында дамиды, күшейеді. Кеше 2 килограммдық затты көтере алмасам, көп шыныққаннан кейін
бір айдан кейін мен 20 килограммдықты оңай көтеруім мүмкінмін. Сол секілді тоқтаусыз оқығаннан соң, әу бастапқыда бір бет оқитын болсам, 3-4 айдан кейін мен емін еркін бір бөлімді асықпай кәдімгідей тоқтаусыз әрі бітіріп, әрі түсініп, әрі керек жерлерін табатын менде қабілет пайда болады. Ең бастысы не? Әр кезде тоқтамай алдыға қарап әрекет жасау. Ва тариқул истифада ан якуна мааху фи кулли вақтин михбара хатта яктуба ма ясмау минал фаваид. Енді пайдаланудың бірінші әдісі дейді, естіген қажетті, ау осы маған керек, ау осы дұрыс деген дүниелерді жазып жүру үшін қолында қалам сабы болу дейді. Яғни қолында қалам жүру керек. Біздің ұстаздарымыз айтатын, қалам ұстамаған адам ол ғылымға деген құштарлығы жоқ, немқұрайлы адам деген сөз дейді. Оқимын, білемін, үйренгім келеді деген адам әркез мына жерде жанында, төс қалтасында қаламы жүру керек дейді. Сәт түсіп қалған кезде, бірден естіген кезде бірден тіркеп алу керек, жазып алу керек. Қила, ғалымдар айтқан дейді, ма хуфиза фарра ва ма кутиба қарра. Жаттаған нәрсе кетеді, жазған нәрсе қалады деп айтқан дейді. Вақила ал-илму ма юхаду мин афуахир риджал. Сосын ғалымдар айтқан дейді, білім жұрттың аузынан естігеннен алынбайды деп айтқан дейді. Яғни тек естіп қойдым болды деген нәрсе жарамайды дейді. Тек естіп қойдым деген нәрсе жарамайды дейді. Әр кезде жазып отыру керек дейді. Лианнаху юхфазу ахсана ма ясмау. Лианнахум яхфазуна ахсана ма ясмаун. Ва яқулуна ахсана ма яхфазун. Ва самиату. Сосын не дейді? Ал-илму ма юхаду мин афуахир риджал. Яғни білім ғалымдардың аузынан шыққан сөзбен алынады. Ал ол сөзден алынады деген сөз, ол оны жаттап алады дейді. Ең естіген жақсы сөзді адам жаттау керек дейді. Сонда ва яқулун ахсана ма яхфазун. Сосын кейінде өзі ұстаз болған кезде немесе өзінен кейінгілерге бір нәрсе үйретем десе, ең жаттағандардың жақсысын жеткізе қабілеті болады дейді. Самиату шейх ал-имам ал-аджалл адиб al-ustaz Ruknuddin ма al-ma'ruf bil adib al-mukhtar. Adib al-mukhtar деген атпен танылған ғалым айтады дейді. Яқулу қала Хилал ибн Ясар. Хилал ибн Ясар радиаллаху рахимахуллаху та'ала айтқан дейді. Раайту набия саллаллаху алейхи ва саллама яқулу ли асхаби шай'ан мин ал-илм вал-хикма. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларға білім, даналық жайлы айтып жатқанын естідім дейді. Фақулту я Расулаллах аидли ма қулта лахум. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мен айттым дейді. Я Расулаллах, ол кісілерге айтқан сөзіңізді маған қайталап айтып беріңізші деп айттым дейді. Фақала ли хал маака михбара. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам сенің бір жазатын бір нәрсең бар ма деп сұрады дейді. Фақулту ма маи михбара. Сонда мен айттым, мен жазатын қолымда еш нәрсем жоқ деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам я Хилал ла туфариқ ал-михбара фа иннал хайра фиха ва фи ахлиха иля яумил қияма деп айтты дейді. Хилал, қаламды еш уақытта тастаушы болма, өйткені жақсылық қаламнан шығады. Және сол қаламды қияметке дейін ұстап жүретін адамдарда жақсылық болады дейді. Яғни білімнің негізгі кілті деген сөзді айтып жатыр. Сонда яғни қаламның жеке өзінде емес қой жақсылығы. Осы қаламда жақсылық болған деп осын ұстап алып құры жүре берсем болмайды. Яғни білімді естігенімді бірден жаттауға мүмкіндік беретін әдіс немесе құрал қалам екенін түсіндіріп жатыр. Жақсылық қаламда және осы қалам ұстайтын адамдарда, яғни ғылымға ерекше ден қоятын, ғылымды дұрыс қабылдайтын адамдарда жақсылық шығады деп айтып жатыр. ووصى الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله لابنه شمس الدين أن يحفظ كل يوم شيئا يسيرا من العلم والحكمة فإنه يسير وعن قريب يكون كثيرا. حسام الدين رحمه الله өзінің баласы Шамсуддинге айтқан әкелік әрі ұстаздық ақылы, баласына айтқан екен, балам, күнде аз-аздан оқып жатқан дүниелеріңді жатта. Мәселен, фиқ оқып жатсаң, аз-аздан жаттай бер фиқтан. Ақида оқып жатсаң, аз-аздан жаттай бер, аз-аздан. Яғни бірден жарты бет жаттайым деме. 3 сөйлем жатта, 4 сөйлем жатта, бірақ толыққанды
әдемілеп жаттап алу керек. Дұрыстап оқып, дұрыстап жаттап, дұрыстап мағынасын түсініп алу керек. Өйткені дейді, аз нәрсе жаттасаң, көп өтпей сенің жаттаған қорың көбейеді дейді. Біз енді кей кезде білімге қатты құштарланып кетеміз де, өзіміздің шегімізді білместен дегеннен отырамыз да, бір бет жаттауға тырысамыз. Құран болсын, хадис болсын, толық бір бет жаттаймыз да, сөйтіп біздің жағдай қайт болып қаламыз. Сөйтеміз, бір тұтас, бір айлап, екі айлап, жарты жылдап, еш нәрсе жаттамай қоямыз, әшейін оқып жүре береміз. Біз өзіміз нәпсімізді тәрбиелеп, нәпсімізге жеңіл келетін әдістерді қабылдауымыз керекпіз. Яғни аз-аздан жаттаймыз. Жаттаған нәрсені бірінші жаттайсың, бірнеше рет қайталайсың, қайталайсың, айтып көресің. Енді жаттап алдым ау деген кезде қолда мүмкін болса, енді бұл міндетті емес, көп әдістердің бірі үнемі барлық пәнге арналған жағдай дәптер болу керек. Барлық пәнді жаза беретін керек. Яғни қазір тілмен айтқанда черновик секілді. Жаттап алған нәрсені ашып, жатқа жазып көру керек. Mesela фихтан, ақидадан бірнәрсе жаттасақ, немесе тағы да басқа бір жаттайтын, оқитын пәндерден белгілі бір нәрсені жаттағаннан соң, соны көшірмей жаттаған күйі жазып көру керек. Қайтадан жазып көру керек. Соны қайта-қайта жазумен, жаттаумен көп дүние қор болып қалыптасады. Мәселен, бір ғалымдарды көрген кезде тамсанып, шіркін-ай осындай болсам екен, мен де осылай оқысам екен деп біз айтамыз. Мынау кітапта былай деген деп тұрып, жаңағы көз алдында кітап тұрғандай қылып судыратып жаттап айтып тұрады. Ал енді мына кітапта былай деген деп. Ол не істеген ол? Ол робот емес, ол машина емес, ол компьютер емес. Ол сол шәкірт кезінде тоқтаусыз аз-аздан жаттауды әдетке айландырған. Ғалым болған кезде сол аз дүниесі үлкен кітапхана секілді басында бір қор болып жиналады. Керек кезде яғни емін-еркін айта береді. Біз енді жалпылама мағынасын кей кезде айтуымыз мүмкінбіз. Бір ойды, немесе бір аятты, бір хадистің мағынасын ғана жеткізуіміз мүмкін. Мынандай деген мағынада аят бар. Мынандай маған шүкіршілік етсеңдер бере берем деген аят бар деп айтуымыз мүмкін да. Енді арабшасын, Құранның өзін оқышы десе, қазір есімде жоқ. Қазір тауып берейін деп айтуымыз мүмкін. Немесе бір хадисті айтуымыз мүмкін. Ал енді соның нақты мәтіні қандай екен деген кезде, мәтін жаттамадым деп айтуымыз мүмкін. Сондықтан бұрынғы бас қосуымызда да айтқандай, мүмкіндігінше кез келген пәнді жаттауға әдеттенуген өте жақсы болады. Өте пайдасы көп. Басқа да сабақты оқуға, басқа да сабақты терең, еркін түсініп, талдап, керек жерін табуға өте қатты көмектесетін құралдың бірі үнемі жаттауды әдетке айналдыру. Осы әкесі баласына сөйтіп айтқан екен, балам, әр кезде жаттап жүр, аз жаттағандарың уақыт өте келе үлкен бір қорға айналады деп айтқан екен. Ваштара Айсам ибн Юсуф рахимахулла қаламан би динар лияктуба ма самиаху фил хал. Айсам ибн Юсуф деген үлкен ғалым кісі естіген нәрсесін бірден жазып алу үшін қаламсапқа 1 динар жұмсаған екен. Яғни 1 динар деген сөз, ол 1 алтын деген сөз. Яғни басқаша айтқан кезде жай бір қаламға үлкен бір қаражат жұмсаған. Неге? Өйткені оның қайтымы үлкен болайын деп тұр, білім жазайын деп тұр. Яғни қаламға ерекше мән беру керектігін айтылып жатыр. Үнемі қалтада ручка, қалам жүргені жақсы болады. فالعمر قصير والعلم كثير فينبغي ألا يضيع الأوقات والساعات ويغتنم الليالي والخلوات. Өмір қысқа, білім өте көп, сондықтан уақытты, сағаттарды, түндерді және оңаша отырған кездерді зая кетірмеу керек дейді. Кезде көпшілікпен отырып сабақ оқимыз, көпшілікпен отырып бір жұмыс істейміз. Бір кезде өзіміздің жеке уақыттарымыз қалады. Сол кезде сол уақыттарымызды босқа өлтірмеу керек дейді. Әр кезде пайдалану керек дейді. Қила ани Яхя ибн Муаз ар-Рази. Яхя ибн Муаз ар-Рази деген үлкен табиғин ғалым болған. Оның айтқан сөздері өте керемет. Көптеген табиғиндардан қарағанда бұл кісінің сөзі әр мәселені дәл дөп тигізіп айтатын, сондай даналыққа, үлкен білімге ие болған кісі. Сол кісі айтқан дейді, «Әл-ләйлу тауил».
түн ұзақ. Фәлә туқассирху биманамик. Ұйқымен түнді қысқартпа. Вәннахару муди. Ал күндіз жарық. Яғни бұрынғы кездегі үлкен проблема не? Түнде майшам табу, жарық табу үлкен проблема. Тапқан күннің өзінде де күндізгідей жаңағыдай жарық бере алмайды. Шамның ойнап тұрғаны көзге әлде қайда салмақ түсіреді. Бастапқыда адам оқи беруі мүмкін, бірақ уақыт өте келе сондай ойнап тұрған оттың жарығына кітап оқу көзді толығымен шаршатып, талдырып, қуатынан айырады. Соны айтып жатыр. Түн ұзақ, ұйқымен өткізбе, ал енді күндіз жарық дейді. Яғни күндіз түнде жоқ үлкен мүмкіндік бар. Яғни жарық бар. Ғылым жолына түскен адам үшін ең қажеті жылу болса, жарық болса, ол білімге отырады. Фәлә тукаддирху би асамик дейді. Енді жарық күнді күнә жасаумен лайлатып алма дейді. Яғни күнді де білімге пайдалан деген насихат айтып отыр. Сондай-ақ тағы да біз уақытқа көңіл бөлген секілді, енді ұстаздарға да көңіл бөлу керек. Яғни ұстаздарды пайдалану керек. Сабақтан тыс уақытта да, мәселен, сіздер қосымша сабаққа барасыздар ғой. Бұл ұстаздарды пайдалану деген сөз. Ұстазбен барып сөйлесіп, келісіп, қосымша бір кітапты, белгілі бір бағытта біз сабақ өтейік деп, аптасына 1-2 рет барып, сол ұстазбен дәріс алу. Яғни тек қана лекцияда немесе семинарда ғана ұстаздан білім алу емес, ол кісінің уақыты болған жағдайда да мүмкіндік тауып, тағы да білім алу жолдан қарастыру дейді. Уәстафида минхум, сол ұстаздарды пайдалану керек. Уәләйса куллу ма фата юдраку. Өйткені қолдан кетіп қалған нәрсенің барлығын қайтарып алу мүмкін емес дейді. Ма фата, фата деген не? Фата деген дәл қазір пайдаланбасаң, кейін уақыт өткеннен кейін ол қолға келмейтін нәрсені фата деп айтады. Өтіп кеткен кейбір нәрсе болуы мүмкін, ол қайтарып алу мүмкіндігі болады. Мәселен, автобус келді да кетіп қалды. Біз айтамыз, жарайды, келесі автобус күте тұрайық. Мына жерде жазып қойыпты, 5 минуттан кейін келеді деп айтамыз. Ал енді намазда фиқта не деп айтамыз? Фата сола деп айтамыз, уақытына кетіп қалса намаздың. Яғни дәл сол намаздың уақыты енді келмейді. Болды. Сол кезде оқысаң, оқыдың, оқымасаң қазасын өтерсің. Бірақ дәл сол уақыттағыдай сауабы болмайды. Дәл сол уақыттағыдай оның құны, қадірі болмайды. Сондықтан айтып жатыр, ләйса кулу ма фата юдраку. Яғни кетіп қалған мүмкіндік, дәл сол уақытына кетіп қалған нәрсені қайта қалпына келтіру мүмкін емес дейді. Яғни уақытты да, ұстазды да солай пайдаланған дұрыс дегенге айтып жатыр. Мәселен, қазір шаршаумен, басқа да бір себептермен ұстазға бармай-ақ қояйын, бүгін демалайын деп айтуымыз мүмкін. Бірақ енді оқуды бітіріп кеткен осы жердің түлектерімен кездесіп сөйлесіп қалған кезде, ол ой бөліссеңіздер айтады, пайдаланыңдар деп айтады. Біз кезінде пайдалана алған жоқпыз деп айту мүмкін. Аз пайдаландық деп айту мүмкін. Яғни олар кетіп қалғаннан соң келіп ұстаздарды көреді, бірақ ұстаз айтады, қош келдің дейді, сөйлеседі, арға болған білім бере алмайды. Өйткені айтады, сен кеттің, сенің орныңа басқа жігіттер келді, мен соларға уақыт бөлуім керекпін. Сен студент емессің енді. Сен бір жерде қызмет етіп жатсың. Қанша білім аламын деп келсең де, мен мына кісілердің уақытына сені кіргізе алмаймын деп айтады. Демек, өткен нәрсені қайтарып алу өте қиын, мүмкін емес. Қола ұстазуна шейхул ислам фи машияхатихи рахимахулла. Біздің ұстазымыз дейді, өзінің ұстаздары жайлы дейді. Былай деп айтып жетеді. Кам мин шейхин кабирин адрактуху ва ма истахартуху дейді. Ва ма устухиртуху дейді. Мен қаншама үлкен шейхтарды көрдім, сабақ алу мүмкіндігін алдым дейді. Және ва ма устухиртуху дейді. Оларды мен былай не қылған жоқпын дейді, жаңа мынауысынан алалаған жоқпын дейді, мынауысынан алам, анауысынан алмаймын деп айтқан жоқпын дейді. Әр қайсысы үлкен бір білімді тасып жүр дейді. Біреу фиқты жақсы білуі мүмкін, біреу әдепті жақсы білуі мүмкін, біреу тәжвидті жақсы білуі мүмкін.
мен тек қана фиққа отырам деп айтуға болмайды дейді. Қайсында қандай ғылым бар, қайсысы бере алады, соның барлығын пайдалануға тырысуым керекпін дейді. Вақулу аля заликал фаути муншиан хадал бейт дейді. Енді дейді, қолдан кеткен мүмкіндікке байланысты мынандай бір сөз бар дейді. Лахфа аля фаути талақа лахфа ма куллу ма фата ва яфна юлқа дейді. Әттең ай аля фаути талақи, ұстазбен отырып бетпе-бет алатын мүмкіндікті жоғалтуған қандай өкінішті. Және де әрбір кеткен дүниені қайта келмейді ғой деп айтады дейді. Қала Алиюн радияллаху анху, Али радияллаху анху айтқан дейді: «Иза кунта фи амрин факун фихи, ва кафа билиради ан илмиллахи та'ала хузнан ва хасаран, вастаид биллахи минху лейлан ва нахара» деп айтқан дейді. Али радияллаху анху айтқан дейді: «Иза кунта фи амрин факун фихи». Бір біліммен шұғылданып атсаң, ойың бәрі сода болсын. Білімге келдім, сабақ алып жүрмін деп, бірақ әр жаққа жалтақтай берме. Ана жақта бір жұмыс бар екен, барып ақша тауып келейін, ана жақта бір кластастарым келіп қалды, барып кездесіп келейін деп, жұрттар сені білім алып жүр дейді, бірақ сенің біресе анда, біресе мұнда, әр кезде бір сұранып кету, справкамды алып келем, қайтадан сабағымды жүре берем деп, бірақ оқып жатқан сияқтысың бір қарағанда, бірақ оқу деген нәрсе жоқ. Соны айтып жатыр. Егер бір іс-әрекетке кірсең, соған барлық ойыңды, барлық қабілетін соған сал дейді. Өйткені дейді, Алла Тағаланың білімінен жаңағыдай бір нәрсеге қарап шалғытуы, бір нәрсеге алаңдауың, білімді тастап басқа бір нәрсеге көңіл бөліп кетуің, бұл шығын ретінде жеткілікті нәрсе дейді. Білімнен сен айырылып қалдың, үлкен бір шығынға ұшырадың деген кезде оқудан шығып кетуді ғана олай деп қабылдама дейді. Немесе оқудың жабылып қалуы, немесе өзің ауырып ауылда жатып қалуың, ол білімнен айырылып қалу ол емес дейді. Әшейін оқуда жүріп, оқудың ішінде жүріп, сол процесте жүріп, сен ойың бәрі басқа жерге бөлініп кете беретін болса, білімнен айырылу ретіндегі шығын сол дейді. Сондықтан оқып жатқан кезде оңға солға жалтақтап, анау бір досым көлік алған екен, әттең-ай қалай алды екен, анау досым үйленіп кетті, әттең-ай мен қашан үйленген екем деп, сондай оңға солға жалтақтай берсең, қолыңдағы үлкен байлықтан айырылып қаласың, үлкен мұрадан айырылып қаласың. Ақыретте де, дүниеде де адамға жол көрсететін, ақыретте де, дүниеде де адамға сауаппен қосып, ризық болатын үлкен білімнен айырылып қаласың дейді. ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمذلة في طلب العلم. Білім жолына түскен кезде қиыншылықты да көтере білу керек дейді. Қиыншылық деген сөз не? Біреудің келіп тиісу емес, енді келесі қиыншылық кәдімгі қарапайым, кей кезде қарны ашуы мүмкін, кей кезде ұйқыдан қиналуы мүмкін адам, кей кезде бір шама, кейбір кезде салқын болып қалуы мүмкін. Тағысын тағы осындай бір белгілі қалыпты басқа да жерде кездесетін бір кедергілер бар. Білім жолында емес, кез келген жолда кездесетін кедергілер бар. Соларды көтеруді үйрену керек дейді. Екіншісі, білім жолында бас июді де үйрену керек дейді. Яғни білім алу үшін сәл бас ию керек. Мәселен бір көкөніс сатып алатын болсам, сол кісінің жанына барып, нан алам деп айта алмаймын. Ол айтады, мен кез келген товарымды аласың деп сондай талап қоюым мүмкін. Немесе бір нәрсемді, етігімді тіктіретін болсам, етікшіге барсам, мен мынаны тігіп бер деп айта алмаймын. Оның уақытына қараймын, оның көңіл күйіне қараймын. Ол міндетті емес маған қадала берсе тігіп беруге. Ол да айтуы мүмкін, мен сенікін тікпеймін, сен маған ұнаған жоқсың, мына іс-әрекетің, дөрекі мінезің маған ұнаған жоқ, тікпеймін деп айта алады. Сол секілді бір кісінің көмегіне, бір кісінің қызметіне мұқтаждығым болған кезде мен оған жағдай сәл бас иіп, оның уақытымен санасуға, оның жағдай басқа да бір жағдаймен санасуға мәжбүрмін. Мен етігімді жылдам шұғыл тігіп бер десем, ол айтуы мүмкін, сенен алдын 5 адам келді, мен солардың етігін бітірмейінше сенің етігін тіге алмаймын деп айтуы мүмкін.
сол секілді түрлі жағдайлар болады. Сол кезде бас июді де білім жолындағы адам үйрену керек дейді. Енді бас ию деген сөз не деген кезде айтады: وَالتَّمَلُّقُ مَذْمُومٌ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ إِلَّا كِشْرَسْتِرْ وَالتَّمَلُّقُ مَذْمُومٌ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنَ التَّمَلُّقِ لِلْأُسْتَاذِ وَالشُّرَكَاءِ وَغَيْرِهِمْ لِلْإِسْتِفَادَةِ مِنْهُمْ дейді. Тамаллуқ деген кім біледі мағынасын? Тамаллуқ жағымпаздану деген сөз. Айтады, жағымпаздану бұл жаман қасиет. Бұл ең қор қасиеттердің бірі. Яғни адамның біреуге жағымпаздануы. Бірақ білім жолында жағымпаздануға рұқсат етіледі дейді. Яғни ол басқа жағдайдағы жағымпаздануға енді келмейді. Бірақ яғни жоғарыда айтқанымыз сәл бас июі, өтінуі деген секілді. Яғни ұстазына немесе бірге оқитын әріптестеріне білімнен пайдалану үшін оларға бас июі керек дейді. Басқа жағдайда жағымпаздану ол мұсылманның қасиеті емес, және мұсылманның жаңағыдай жүріс-тұрысына, өмірлік ұстанымына теріс әрекет болады жағымпаздану. Әр кезде бір жағымпаздана берсе, әркімнің алдында жаңағыдай секіріп, ойнап, оң жағынан, сол жағынан шығып жағымпаздана берсе, ол жағымсыз іс әрекет дейді. Бірақ білім жолына түскен кезде ұстазына барып, ұстаз, уақытыңыз болса, мен бір сұрайтын сұрағым бар еді, күте тұр, болды ұстаз, күтем деп, немесе бірге оқитын әріптестеріміздің арасында жақсырақ білетінге одан сұрап алуға мәжбүр болған кезде, ол мен қазір уақытым жоқ десе, жаңағыдай оған қатты сөйлеу жараспайды. Жаңағыдай айтып жіберсең нең кетті деген секілді қатты сөйлеген болмайды. Яғни білім жолында білімді алу үшін, үлкен бір құнды дүниені алу үшін адам бас июді үйрену керек дейді, білім үшін. Ғалымдар айтқан дейді: «Қила әл-илму айзун ла юзаллу фихи, ла юдраку илля бидулин ла айзза фихи» дейді. Әні. Керемет сөз. Әл-илму айзун. Білім үстемдік, білім мәртебе дейді. Білім үстемдікті білдіреді дейді. Ла зулла фихи. Білімде қорлық жоқ дейді. Білім үстемдік. Қай жерде болсын білім үстем болып саналады. Ода қорлық жоқ дейді. Бірақ дейді, ла юдраку илля би зуллин. Бірақ білімді алу үшін бас июмен ғана білім аласың. Ла айззин. Бас көтерумен аламайсың дейді. Білімді алсаң, сенің мәртебең көтеріледі дейді. Ода қорлық жоқ дейді. Бірақ білім алам десең, бас июді үйрен дейді. Тәкаппар болсаң, онда білім сенің қолына тимейді дейді. Ол сондай бір дүние дейді. Білімді алған кезде мәртебең өседі. Қарапайым білімді бойыңа сіңіріп алсаң, үлкен білімді болсаң, фиқта мықты болсаң, қаншама үлкен кісілер келіп, сенен сұрайды, андай мәселенің шешімін айтып бер деп. Сен жас екенсің ғой, сен бала екенсің ғой деп айтпайды. Бойыңдағы білім үшін саған келіп, сенен көмек сұрайды. Соны айтып жатыр. Білім үстемдікті білдіреді, білімде қорлық жоқ. Ата ибн Аби Рабах деген Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхудың шәкірті болған ғой, үлкен табиғин. Соны не деп айтады? Ата ибн Аби Рабах Меккеде одан басқа ешкім фәтуа айтпайтын болған. Елдің барлығы тек қана содан келіп фәтуа алатын болған. Сонда ғалымдар, үлкен халифалар айтқан: білім құлды сұлтан етті деп айтқан. Кезінде ол құл болған. Мәдина, Меккедегі бір әйелдің үйінде құл бала болған. Бірақ оның білімге деген құштарлығын әйел байқайды. Үйіндегі барлық қызметін атқарады. О, сенің мына уақытта қолың бос деген кезде мешітке жүгіріп барып, сол жерде сахабалардан білім алатын болады, отырып алып. Әйел оны байқайды да, Алла разылығы үшін сенің басыңа азаттық бердім дейді. Ол сол күннен бастап барлық уақытын білімге жұмсайды. Нәтижесінде Меккеде өз қара кісі болған, қап-қара. Меккеде барлық адамдар содан келіп фәтуа сұрайтын болған. Содан келіп шариғат сұрайтын болған. Сондықтан ғалымдар айтқан, міне сұлтандар айтқан: қара құлды білім үлкен елдің мырзасы етті деп айтқан. Сондықтан айтып жатыр, білім үлкен үстемдікті
biyiklükке alıp baradi. Wa qala al-qail ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalu al-izza hatta tudhillaha dedi. Endi osmen tamamdalып жатыр. Бұл жерде ең соңында мындай өлең жолы бар дейді. Ara laka nafsan tashtahi an tu'izzaha. Сенен көріп тұрғаным, сен өзің үлкен бір қадір қасиетке, үлкен бір деңгейге жеткін келіп тұрғанын, қалап тұрғаныңды байқап тұрмын дейді. Falasta tanalul izza hatta tudhillaha. Бірақ үстемдікке, үлкен мәртебеге жетем десең, нәпсіңді қорлауды үйрен деп айтады. Яғни нәпсіңді тәрбиелеуді үйрен деп жатыр. Демек, үлкен мәртебеге жету үшін, білімге жету үшін адам иілуді, кішіреюді үйрену керек. Кішірейген кезде ғана нәпсіні жаңағыдай онша-мұнша кей кезде қатты сөйлеген кезде ие білген жағдайда ғана білімге бізге бір табан жақындай түседі екенбіз. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.